Касан деген Касымбаев тууралуу көп әңгімелер айтып атасыз, әлеуметтік желілерде өзіңіз білесіз. Осы жердегі әкім аппаратының басшысының туған інісі ма сол кісі? Туысқаны? Мен есім бірінші аудан әкімінің орынбасары, Талғар ауданы Идаев Айбек Дүйсенбекұлы болады. Енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, Хасан деген енді мен өз басым танымаймын, бірақ енді барлық әлеуметтік желілерде жазылып отыр ғой, бұл күнде біздің руководитель аппараттың бауыры деп. Енді бауыр болса бауыр шығар, енді ары қарай онымен айналысып жатқан құқық қорғау органдары бар ғой енді. Бұл сұрақты наверное сол кісілерге бөлшіп бат қойды. Кімнің несі екенін. Сен маған қарағанда. Аслан бұл қай жылдан бері істейді аппараттың басшысы? Оның алдында ол әкімшілікті басқарды. Осы жұмысқа дейін 2 жылдан асты ол кісі руководитель аппараты болып отырғанда, оған дейін ауыл Белбұлақ округінің әкімі болып жұмыс жасаған. Сайланған ғой, ол тағайындалған жоқ, кезінде депутаттар арқылы сайланған ол жерге әкім болып. Бұл жерде енді әкімнің несі де болады ғой, командасында ғой, бұл жерде. Енді руководитель аппарат деген ол енді бүкіл аудандық аппаратты басқарып отқан азамат қой. Енді ол кісі де бұл жерге қызметке келу үшін мемлекеттің қоятын талаптары бар ғой. Талаптың бәріне сай келгеннен кейін осындай қызметте отыр деп ойлаймын мен өзім ол жағынан енді.